Достар, біз 4-ші мастер-классымызды бастаймыз. Яғни бұл мастер-класста енді біз барлық мына бөлшектердің бәрін жинайтын боламыз. Міне, мынау біздің 1-ші мастер-классымыз, яғни 1-ші бөлігіміз еді. Аяз атаның басы міне 2. Одан соң мына 2 жағы, 2 қолы, міне. 2 қолы. Одан соң мынау аяғы, бәрін мінекей осылардың бәрін қазір қосып тігетін боламыз. Ол үшін бізге ең бірінші мынау аяғынан бастау керек. Мына көктен өтіп аламыз. Мінекей жіпті мына жақтан бастап алып кеп бастауларыңыз керек. Себебі мына жерден бастасаңыз, сіздердің жіптеріңіз шығып кетеді. Мінекей мына көктен өтеміз. Енді қарап тұрсаңыз, мына бөлікті бір-біріне қосқан кезде сай келмейді. Ол үшін бізге мына қатарды тағы бір бисерден алып өту керек. Енді бір көк аламыз. Көктен өтеміз міне. Көктен өттік. Енді тағы бір көк аламыз. Мінекей мына көктен өтеміз. Одан соң тағы бір көк аламыз. Мына ақтан өтеміз. Одан соң тағы бір көк аламыз. Мінекей мына көктен өтеміз. Одан соң бізде бір ақ жүреді. Бір ақ аламыз. Қарадан өтеміз. Бір қарадан өтеміз. Одан соң бізде қатарынан 2 қара жүреді. 2 қара бисер аламыз. Бірінші қара. Қарадан өттік. Екінші қара. Екінші қара. Сарыдан өтеміз. Тартамыз. Одан соң бір сары аламыз да. Енді қазір көрсететін боламыз сіздерге. Енді сары алдық. Одан соң бізде қарап тұрсаңыздар, қосу қажет мына жерде. Міне былай. Міне былай қосу керек қазір бізге бәрін. Ол үшін бізге бір сары алдық. Енді бір сары түс бисер алдық. Енді сіздермен мына бөлшекті аламыз да. Осы бөлшектің мына сарысынан өтеміз. Қолы ғой бұл Аяз атаның. Мынау сарыдан өтеміз. Одан соң енді бір-біріне қосып тігетін боламыз. Мінекей. Бұл жерде жұмыс өте қиындау кішкене. Енді ыңғайлатып өздеріңізге ұстайсыздар. Енді инемен кезек-кезек өтіп шығамыз. Бізде мына сарыдан шықтық қазір. Енді мына қарадан өтеміз. Тартамыз. Енді мына қарадан өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына қарадан өтеміз. Кезек-кезек өтіп шығамыз яғни. Одан соң мына қарадан өтеміз. Тартамыз. Одан соң ақтан өтеміз міне. Тартамыз. Одан соң мына көктен өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өтеміз. Тартамыз.
шатасып жатыр менікі. Жібім ұзын болған соң. Одан соң мына ақтан өтеміз. Мына көктен шықтық. Енді ақтан өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына көктен 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 өтеміз. Тартамыз. Енді бізде осы жерде бір көк аламыз. Бір көк алдық. Енді оны мына көктен өткіземіз. Бір көк бисер алдық. Тартамыз. Енді мынадан қайтадан мына бисерден қайтадан инемен өтіп шығамыз. Тартамыз. Содан соң қарадан өтеміз. Мінеки бізде бірінші қатар бір қосылды. Енді мына қатарды қосамыз. Яғни ол үшін бізге қатарынан 4 көк алу керек. Бірінші көк. Көктен өтеміз. Одан соң екінші көк. Мына көктен өтеміз. Одан соң үшінші көк. Мына көктен өтеміз. Одан соң төртінші көк. Мынадан өтеміз. Одан соң бізде бір ақ бисер. Розовыйдан өтеміз. Одан соң бізде қатарынан 2 розовый. Бір розовый алдық. 2 розовый жүреді. Бір розовый алдық. Розовыйдан өтеміз. Одан соң тағы бір розовый аламыз. Сарыдан өтеміз. Одан соң біз сары аламыз. Бір сары алдық. Мінекей Аяз атамыздың мынау жарты бөлшегін аламыз. Жарты беті, яғни бұл. Осының сары алдық. Сарыдан өткіземіз. Тартамыз. Енді жаңағыдай қатарынан қосып шығамыз. Мінекей мына сарыдан біздің жібіміз шығып тұр. Мына сарыдан жібіміз шығып тұр. Енді қасындағы розовыйдан өтеміз. Тартамыз. Енді мына розовыйдан өтеміз. Мына розовыйдан өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына розовыйдан өтеміз. Тартамыз. Одан соң ақтан өтеміз. Тартамыз. Одан соң көктен өткіземіз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өткіземіз. Тартамыз. Көктен өткіземіз. Тартамыз. Мына көктен өткіземіз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өткіземіз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өткіземіз. Тартамыз. Одан соң мына ақтан өткіземіз. Тартамыз. Енді бізде бұл жерде бір қара аламыз. Бір қара бисерді алдық. Енді мынау қарадан өткіземіз. Мына қара бисерден өткіземіз. Бір қара бисер алдық. Қарадан өткіземіз.
сарыдан өткіздік. Енді мына ақтан қайттан ораламыз. Тартамыз. Енді мына қатарды істеу үшін мына ақтан өткіземіз. Жақсылап тартып отырыңыздар. Босап қалмасын. Тарттық. Енді бұл қатарда бізде екі қатарынан ақ аламыз. Бірінші ақтан өтеміз. Және екінші ақтан өткіземіз. Одан соң бізде бұл жерде мұрны кетеді аяз атамыздың. Ол үшін бізге бір қызыл түсті бисер алу керек. Бір қызыл түсті аламыз. Розовыйдан өткіземіз. Одан соң бізде бір розовый жүреді. Ақтан өткіземіз. Сосын бізде қатарынан екі көк. Бірінші көктен өткіземіз. Екінші көк, ақтан өткіземіз. Одан соң бір ақ аламыз. Сарыдан өткіземіз. Енді бір сары аламыз да. Бір сары алдық. Енді аяз атамыздың мына екінші басын қосамыз. Ол үшін сарыдан өтеміз. Бір сары алдық, сарыдан өтеміз. Енді бірге қосатын боламыз. Ол үшін қатар-қатарынан әдеттегідей қосып шығамыз. Өтіп ақтан өтеміз. Ақтан өтеміз. Одан соң көктен өтеміз. Тартамыз. Одан соң көктен өтеміз. Тартамыз. Одан соң көктен өтеміз. Тартамыз. Одан соң ақтан өтеміз. Тартамыз. Одан соң розовыйдан өтеміз. Тартамыз. Одан соң розовыйдан өтеміз. Тартамыз. Одан соң қызылдан өтеміз. Тартамыз. Одан соң ақтан өтеміз. Тартамыз. Одан соң ақтан өтеміз. Ақтан өткіземіз, тартамыз. Одан соң ақтан өтеміз. Тартамыз. Одан соң ақтан өткіземіз. Тартамыз. Одан соң ақтан өтеміз де. Енді біз осы жерде бір ақ аламыз. Бір ақ алдық, ақтан өтеміз. Тартамыз. Бұл жерде өте қиын болады, себебі жібіміз оратылып кете береді. Мінекей тарттық. Енді мына ақтан қайттан шығамыз инемен. Тартамыз. Енді келесі қатарға өту үшін мына ақтан, жанындағы қақтан өтеміз. Енді келесі қатар, үшінші қатар, төртінші қатар бізде бір ақ аламыз. Жоқ, бұл жерде 1, 2, 3, 4 қатарынан 3 көк аламыз. Бірінші көк, көктен өтеміз.
екінші көк, кейін мына көктен өтеміз. Үшінші көк, мына көктен өтеміз. Одан соң бізде төрт көк жүреді екен. Одан соң бізде тағы бір көк. Мына көктен өтеміз. Одан соң бізде бір ақ аламыз. Мынау розовыйдан өтеміз. Одан соң екі розовый жүреді. Так, екі розовый қатарынан бірінші розовыйдан өтеміз. Одан соң екінші розовый сарыдан өтеміз міне. Одан соң бізде бір сары аламыз. Бір сары алдық. Енді мұны сарыдан өтеміз. Тартамыз. Одан соң бізде қатарынан қосып шығамыз. Мына розовыйдан өтеміз. Тартамыз. Розовыйдан өтеміз. Тарттық. Мына розовыйдан өтеміз. Тартамыз. Енді мына розовыйдан өтеміз. Тартамыз. Келесі ақтан өтеміз. Тартамыз. Жіпті жақсылап тартып отырыңыздар, себебі мына екі орта бізде ашық қалмау керек. Тартсаңыздар бірігеді. Одан соң көктен өтеміз. Тартамыз. Мына көктен өтеміз. Мына көктен өтеміз. Кезек-кезек өтіп шығасыздар. Мына көктен өтеміз. Мына көктен өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өтеміз. Тартамыз. Көктен өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өтеміз. Тартамыз. Енді мына қарадан өткіземіз. Тартамыз. Енді біз осы жерде бір қара түсті бисер аламыз. Бір қара алдық. Енді оны ақтан өткіземіз. Ақтан өткіздік. Тартамыз. Енді мына қарадан қайтып шығамыз. Тартамыз. Енді соңғысы қалды. Соңғы қатар бізде бұл жерде қатарынан төрт көк жүреді. Бірінші көк. Біз мына қарадан шықтық. Енді мына көктен өтіп алуымыз керек. Мен ұмытып кетіппін. Ал енді осы жерден қатарынан көк жүреміз. Мінекей, сосын былай қосып, аяздатамыздың бесті осымен аяқталады. Қатарынан төрт көк аламыз. Бірінші көк, мына көктен өткіземіз. Бірінші көк, көктен өткіземіз. Үшінші көк, ақтан өткіземіз. Төртінші көк, көктен өткіземіз. Одан соң бізде бір ақ, қарадан өтеміз. Одан соң бізде қатарынан екі қараны аламыз. Қатарынан екі қара бисерді өткіземіз. Бірінші қарадан өткіземіз. Екінші қара, сарыдан өткіземіз. Енді бір сары бисер аламыз. Енді мына сарыдан өтеміз.
Тартамыз, енді бәрін қосып шығамыз. Сол үшін мына қарадан өтеміз. Тартамыз. Одан соң 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 ақтан өткіземіз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өтеміз. Тартамыз. Енді бір көктен өтеміз. Тартамыз. Ақтан өткіземіз. Тартамыз. Ақтан өткіздік, тарттық. Енді көктен өткіземіз. Одан соң мына көктен тартамыз. Одан соң мына көктен өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өткіземіз. Тартамыз. Соң мына көктен өткіземіз. Тартамыз. Одан соң мына көкке өтеміз. Тартамыз. Одан соң бұл жерде бізде бір көк аламыз. Мына көктен өтеміз. Бір көк алдық. Бір көк алдық. Енді мына көктен өткіземіз. Тартамыз. Мына көктен қайттан шығамыз енемен. Енді мына жаңағы соңғы бір-бірден бисер алдық. Соның бәрін бірге қосып шығамыз, 5 бисерімізді. Яғни бірінші бисерден өтеміз міне көктен. Екінші қарадан өтеміз міне. Соңында бір-бір бисерден алып шықтық қой, сол бисерлерден өтіп шығамыз енемен. Төртінші және міне бесінші көк. 2-3 рет өтіп, қатты тартып шығыңыздар. Бұл яғни мына жердегі центральныймен қосып шығамыз бәрін. Қаттырақ тартыңыздар. Менікі бос болып жатыр. Қатты тартыңыздар. Екі-үш рет жіппен өткізіп шықсаңыздар жеткілікті. Тартамыз. Осылай тартып шығып, осымен аяқтаймыз. Мінекей беті Аяз атамыздың мынау беті бітті. Енді мынау беті артқы жағындағы бетін тоқимыз. Енді біз жібімізді сабақтауымыз керек. Ол үшін бисерлерден қатарынан өтіп шығып, мына жаққа келген кезде жібімізді кесе саламыз. Мына жерден, жаңағы ене шыққан жерден кеспеңіздер, өткені жібіміз біздің шешіліп кетіп, одан соң бисердің бәрі түсіп қалады. Осылай бір-бірінде бисерлерден өткізіп, жібімізді аяқтаймыз. Мінекей, мынау сары бисерден аяқтасаңыздар болды. Мына жақтан
қатарынан өткізіп шығасыздар. Бөлігін жасаймыз. Ол үшін Аяз атаның аяғынан міне жіппен осылай өтеміз. Мінекей. Аяғы ғой, мына Аяз атаның осыдан ақ бисерден өткізіп аламыз. Қасындағы ақтан өткіземіз жібімізді. Одан соң бізде қатарынан 4 көк жүреді. Бірінші көк, екінші көктен өткіземіз. Одан соң үшінші ақтан өтеміз. Одан соң төртінші көктен өткіземіз. Одан соң бізде бір ақты алдық. Қарадан өткіземіз. Одан соң бізде қатарынан 2 қара бисер. Бірінші қарадан өткіземіз. Одан соң екінші қарамын сары түсті бисерден өткіземіз. Енді біз бұл жерде бір сары алмаймыз, өйткені біз жаңа алып алғанбыз. Алып мына жерде мына сары ғой. Осы сарыдан өтеміз. Одан соң мына жақта қатарда мына сарыдан екеуінен инемен өтіп шығамыз. Тартамыз. Енді бәрін қосамыз. Енді біз мына қарадан өтеміз. Қиындау әрине. Мінекей мына қарадан өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына қарадан өтеміз. Тартамыз. Жібім шатасып кетті. Енді бұл жағы қиындау болады, бірақ шыдауға болады. Тарттық. Енді мына қарадан өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына қарадан өтеміз. Тартамыз. Одан соң ақтан өтеміз. Тартамыз. Одан соң көктен өтеміз. Одан соң мына көктен өтеміз. Одан соң ақтан өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына ақтан өтеміз. Тартамыз. Көктен өтеміз. Тарттық. Мына көктен өтеміз. Тарттық. Одан соң мына көктен өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өтеміз. Тартамыз. Мына көктен өтеміз. Одан соң бізде бір көк аламыз осы жерден. Көк алдық. Мына көктен өткіземіз. Тартамыз. Мен жібімді өте ұзын қылып алып қойыппын, сол үшін шатасып жатыр. Бір көк алдық, көктен өткіздік. Енді мына көктен қайттан инемен өтіп шығамыз. Тартамыз. Келесі қатарды істейміз. Ол үшін қарадан өтеміз. Тарттық. Енді бізде қатарынан 4 көк жүреді. Бірінші көктен өтеміз.
екінші көк. Көктен өтеміз. Тартамыз. Үшінші көк. Көктен өтеміз. Одан соң төртінші көк. Көктен өтеміз. Одан соң бізде бір ақ жүреді. Бір ақ жүреді. Көктен өтеміз. Бір ақ алдық. Розовыйдан өтеміз. Одан соң қатарынан екі розовый жүреді. Бірінші розовыйдан өтеміз. Екінші розовый сарыдан өтеміз. Одан соң мына сарыдан, одан соң мына сарыдан бисермен инемен өтіп шығамыз. Ал енді қосамыз бәрін. Ол үшін розовыйдан өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына розовыйдан өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына розовыйдан тарттық. Одан соң мына розовыйдан өтеміз. Тарттық. Ақтан өткіземіз. Тартамыз. Көктен өткіземіз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өткіземіз. Тарттық. Одан соң мына көктен өткіземіз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өткіземіз. Тартамыз. Көктен өтеміз. Мына көктен өтеміз. Мына көктен өтеміз. Мына көктен. Сосын қасындағы мына көктен өтеміз. Тартамыз. Енді осы жерде бір қара бисер аламыз. Қара алып, мұны қарадан өткіземіз. Тартамыз. Шатасып жатыр әлі. Енді мына көктен қайттан инемен өтеміз. Тарттық. Енді келесі қатарды бастау үшін мына көктен өтеміз. Тартамыз. Енді бізде қатарынан 3 бисер жүреді. Жоқ, қатарынан бізде үшінші. Бізде қатарынан 4 бисер көк жүреді. Бірінші көк. Екінші көк. Көктен өттік. Үшінші көк. Көктен өтеміз. Төртінші көкті өткіземіз. Одан соң бізде тағы көк жүреді. Тағы да көк алдық. Көктен өткіземіз.
Одан соң тағы бір көк. Ақтан өткіземіз. Одан соң бізде бір ақ бисер аламыз. Сарыдан өткіземіз. Сарыдан өттік. Осы жерде біз енді Аяз атаның жібін орауымыз керек. Басындағы жібін салуымыз керек. Мінекей, ол үшін мен мынандай жіп, созылатын жіп, болмаса өз еркілеріңізде қарапайым жіп қолданамын десеңіздер де, осы жіпті кесіп алам. Енді мінекей былай байлаймын. Менікі болмай жатыр. Мінекей байлап алдым. Енді міне осы байлағанымды жақсылап тартасыздар. Жіптеріңізді жақсылап тартып, мына сары бисердің, ортасынан бұлай өткізіп қойыңыздар. Осымен енді біз инемен өтіп шығамыз. Мына сарыдан біздің инеміз, жібіміз шығып тұр. Енді мына сарыдан өтеміз, одан соң қасындағы қатардағы сарыдан өтеміз. Тартамыз. Біздің жібіміз мынаның ортасында қалып кету керек. Тарттық. Одан соң мына ақтан өткіземіз. Тартамыз. Одан соң мына ақтан өтеміз. Тартамыз. Тарттық. Одан соң көктен өткіземіз. Тартамыз. Одан соң көктен өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өтеміз. Тартамыз. Енді қазір біз осы жерде Аяз атаның ішіне мақтамыз салып қойымыз керек. Себебі мына қатарда бізде осы қатармен мынау қатар жабылады да, сонымен бітеді. Так, ақтан өткіземіз. Тартамыз. Көктен өткіземіз. Тартамыз. Одан соң көктен өткіземіз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өтеміз. Тартамыз. Көктен өткіземіз. Тарттық. Мына көктен өткіземіз. Тартамыз. Соң мына көктен өткізіп. Тартамыз. Мына көктен өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өтеміз. Енді Аяз атамыздың ішіне мақтасын саламыз. Мінекей мынандай ойыншықтардың ішінен шыққан мақта. Осыны алып енді қайшының көмегімен ішіне қарай Аяз атаны толтырамыз ішін мақтамен. Өз еркілеріңізде қанша мақта саламын десеңізде, бірінші ұш жағына қарай бұлай тартып, ұш жағына қарай тартып, формасын келтіріп алыңыздар.
мінекей осылай салдық. Енді мына басына саламыз, мына ұшына саламыз. Бұндай мақта жоқ болса, кәдімгі обычный аптечный мақталар қолдансаңыз болады. Болмаса ватный дискті де жарай береді. Мына ұшына қарай апарамыз енді мақтаны. Аз болса салып қойыңыздар. Көлемді болып шықсын десеңіздер, онда көбірек мақта салсаңыздар болады. Енді мына тұста аз болып қалды. Кішкене қосып жіберейін. Тарттық. Мына екі жаққа салдық. Енді мына қатарға қазір саламыз. Мақтаны ол үшін біз аяқтап алуымыз керек. Біздікі енді мына көк бисерден шығып тұр. Енді бір көк аламыз да. Бір көк алдық. Мына көк бисерден өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына көк бисерден қайтадан инемен шығамыз. Енді осы жерде қатарынан 4 көк бисер жүреді. Бірінші көк. Біз қатар бастау үшін көктен өтпеппін. Көктен өткізіп аласыздар. Бастаймыз қатарынан 4 көк бисер. Бірінші. Бірінші көк кетті. Екінші көк. Одан соң үшінші көк. Енді тағы бір көк. Одан соң бір ақ. Розовыйдан өткіземіз. Енді қатарынан 2 розовый жүреді. Бірінші розовый, розовыйдан өтеміз. Екінші розовый, сарыдан өтеміз. Одан соң біз мына сарыдан өтеміз. Мына сарыдан, одан соң мына жақта қатардағы сарыдан өтіп аламыз. Енді бәрін бірге қосамыз. Мына розовыйдан өтеміз. Тартамыз мына розовыйдан. Тартамыз. Одан соң мына розовыйдан. Тартамыз. Мына розовыйдан. Тартамыз. Енді ақтан тартамыз. Көктен өтеміз, тартамыз. Одан соң көктен өтеміз, тартамыз. Одан соң мына көктен тартамыз. Мына көктен тартамыз. Мына көктен өтеміз, тартамыз. Көктен өтеміз, тартамыз. Одан соң мына көктен тартамыз. Одан соң мына көктен өтеміз. Тартамыз. Одан соң қарадан өтеміз. Тартамыз. Енді осы жерде бір қара аламыз. Бір қара алдық. Мына көктен өтеміз. Бір қара алдық. Мына көктен өтеміз. Одан соң мына қарадан қайтадан инемен өтіп шығамыз. Ал енді мақта аламыз да. Аяз атамызды мақтамен толықтырамыз. Мақта алдық. Біз мынау бас жағына салған жоқ етін біз. Қайшымен
итеріп мінекей бізден соңғы қатар. Қазір осыны жауып бездермен толтырамыз. Бізде мына жақта мақталары аз секілді. Қосымша тағы қосып жіберсеңіздер болады. Мінекей. Ортасына әлі біз қосуымыз керек екен. Қостым. Ал енді мына қатарды жабамыз. Одан соң мына қарадан шығып тұр. Енді мына көкке барамыз. Енді соңғы қатарды осымен аяқтаймыз. Ол үшін бізге бір көк аламыз. Мына көктен өтеміз. Одан соң тағы бір көк аламыз. Мына көктен өтеміз. Одан соң тағы бір көк аламыз. Мына көктен өтеміз. Одан соң тағы бір көк аламыз. Көктен өтеміз. Сосын бір ақ аламыз. Қарадан өткіземіз. Одан соң бір қара аламыз. Мына қарадан өтеміз. Одан соң тағы бір қара аламыз. Сарыдан өтеміз міне. Сарыдан өткіздік. Енді мына сарыдан, одан соң мына сарыдан инемен өтіп шығамыз. Тартамыз. Енді мына қарадан өтеміз. Тартамыз. Сосын мына қарадан өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына қарадан өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына қарадан өтеміз. Тартамыз. Соң ақтан өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өтеміз. Тартамыз. Мына көктен өтеміз. Тартамыз. Енді ақтан өткіземіз мына. Бұл соңғы қатар сәл қиындау болады. Қазір мақта саламыз енді. Енді мақта аламызды осы тұсқа мақта салып. Сосын аяқтайтын боламыз жұмысымызды. Мінекей. Бұлай ішіне қарай. Салдық. Енді кішкене қалды міне. Тоқып біріне жауып тастаймыз. Мына көктен өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына көктен өтеміз.
тартамыз. Мына көктен өтеміз. Тартамыз, одан соң мына көктен өтеміз. Тартамыз, одан соң ақтан өтеміз. Тартамыз. Осы жерде біз бір ақ аламыз. Мына көктен өткіземіз. Мына көктен өткіземіз. Тартамыз, одан соң ақтан қайттан жоғары қарай бір рет өтіп шығамыз. Мен мына жердегі бисер өте аз секілді, мақта салып шығамын енді. Тартып қарап өздеріңіз реттеп шығыңыздар. Жоқ жерлерін мақтаны қосып, формасын келтіріп, бұрышында мақта әлі дұрыс салынбаған секілді. Мына бұрыш ұш жақтарына жақсылап мақта салсаңыздар, формасын жақсы ұстайтын болады. Бәрін жақсылап қарап шығыңыздар. Кішкене ортасына мақта қосып жіберейін деп тұрмын. Менде мақтасы сәл аздау болып қалды. Енді 5 бисерімізді бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Мына қарадан өтеміз. Одан соң көктен. Мына көктен. Одан соң қарадан. Одан соң ақтан. 2-3 қайтара өтіп шығыңыздар. Енді қарадан, көктен. Соңында алған бисеріміз бар емес, біз содан қатарынан өтіп шығыңыздар. Жібімізден барлық 5 бисерден өтіп шықтық. Енді жібімізді тек аяқтау ғана қалды бізде. Яғни барлық бисерден өтіп шығып, қазір кесіп шыға саламын. Мінекей. Мына бисерден өтем. Одан соң мына бисерден өтем. Мына бисерден өткізем. Одан соң мына бисерден. Мына бисерден. Соң мына бисерден. Мына бисерден өткізем. Одан соң мына бисерден өтеміз. Мына бисерден өтеміз. Қатарынан осы 3 бисерден өтіп шықсақ. Одан соң мына бисерден. Осылай өтіп шықсақ.
өттік. Енді мына сарыдан өтіп кесе салсақ болды. Осымен аяқталады. Мінекей мынау жібі. Шыршаға ілсеңіздер де болады. Алдынан, артынан. Егер ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазыңыздар, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымызда әлі талай көптеген мастер-класстар күтіңіздер.